Сәлем! Бүгін біз каналымызда күз мезгілі уақытындағы жаңбырдың астында келе жатқан қол шатыры бар қыздың суретін саламыз. Видеоның оң жағында суреттің нұсқасын белгілеп қойдым. Ең алдымен суретімізді бастар алдында қол шатырдың суретін қарындашпен салып аламыз. Бұл суретте мен қол шатырым шамалы кішкентай болып қалған сияқты. Сіздер әрине оны үлкенірек қылып салыңыздар. Қарындашпен осылай қол шатырдың суретін белгілеп салып аламыз. Ендігі кезекте біз суретімізді гуашьпен бояймыз. Қатты қанық көк түсті алып, осылай кисточкамызбен суретімізді оң жақтан сол жаққа қарай қисық боймен бояймыз. Мен видеода бояу уақытын шамалы қысқартып, жылдамдаттым, ал сіздер асықпай бояп шығасыздар деген үміттемін. Жаңбыр уақыты болғандықтан осылай астынан үстіне қарай, оң жақтан сол жаққа қарай кисточкамызбен осылай бояп шығамыз. Ендігі кезекте бізде күлгін түсті алып, көк аймақтың барлығын бірлет күлгін түспен бояп шығамыз. Сол кезде біздің көк түсіміз қанық көк күлгін түс болып шығады. Түнгі аспанның реңін осылай сурет арқылы бейнелейміз. Ал енді қара түсті бояуымызды алып, кисточкамен қол шатырдың астындағы аймақты бояп шығамыз. Себебі қол шатырдың астында адам, қыздың суреті бейнеленеді және де көлеңке болуы тиіс. Қанық көк түсті алып, осылай жердің аймағын бояп шығамыз. Яғни көлденең бояймыз. Қанық қызыл түсті бояуды дайындап отырыңыздар, себебі қол шатырды бояй бастаймыз. Қол шатырдың барлығын қызылмен бояп шығуға болады, немесе егер палитраңызда ақшыл, қызғылт түс болса, немесе қызғылт сары түстер болатын болса, онда түрлі түсті бояулармен бояп шығуға болады. Менде ондай палитрамда түстер болмағандықтан қол шатырдың барлығын қызыл түспен бояймын. Кейінірек ақ гуашьты алып, кисточкамен үстінен бояп шығамын. Сол кезде қызыл түстің тондары өзгеше болып шығады. Міне осылай ақ бояумен зонттың кейбір аймақтарын бояп шығамын. Ал ендігі кезекте бізде кішкентай
ғана жіңішке кисточкамызды алып, осылай қанық қызыл түспен қолшатырымыздың бөлімдерін белгілейміз, яғни контурын белгілеп шығамыз. Себебі ақ түспен бояғаннан кейін қолшатырдың контуры көрінбей қалды. Осылай бояумен бірлеп өтіп шығасыздар. Кейінірек суретіміз аяқталуға жақындаған кезде бұл контурингті қайтадан бірлет жасап шығамыз. Ендігі кезекте бізде қыздың мүсіні, яғни үстіндегі көйлегі. Ол көйлекті салу үшін ақшыл көк түспен осылай жіңішке кисточкамен трапецияны салып аламыз. Екінші қабатпен бұл трапециямызды ақ гуашьпен бояп шығамыз. Қайтадан көк түсті аламыз және де көйлегіндегі көлеңкені бейнелей бастаймыз. Көлеңкені, жаңбырдың бейнесін, көйлектің қозғалғандағы бейнесінде осылай қызыл, ақ, көк түстермен бейнелейміз. Міне көйлегін салып аяқтап қалдық. Ендігі кезекте бізде қыздың аяғы. Ол үшін кисточкамызды жуып, қоңыр түсті гуашьты алып, осылай қыздың екі аяғын бейнелейміз. Бір аяғы көтеріңкі, бір аяғы жерде тұрған қалпымен саламыз. Ендігі кезекте қыздың қызыл түсті сүйкімді етіктері. Егер де сізге оны кисточкамен бірден бейнелеу қиын болса, онда сіздер қарандашпен салып алыңыздар. Кейінірек бояумен бояп шығасыздар. Бірақ мен өзім суретші емеспін, сондықтан да қиындыққа түседі деп ойламаймын. Енді ақ гуашьымызды жіңішке кисточкамызға малып, осылай етікке де контуринг жасаймыз. Етіктің өзінің көлеңкесі бар, және де
жаңбырдың уақытында түстерді жаңбыр уақытымен белгілеу үшін, жаңбырдың жауып жатқанын бейнелеу үшін, қыз қозғалыста екенін суретпен жеткізу үшін осылай ақ кисточкамен суреттеп шығамыз. Ал енді суретіміздің соңғы штрихтары қалды. Жаңбырдың жауып жатқан уақытын бейнелеу үшін осылай қолшатырымызды ақ гуашьпен бейнелеп шығамыз. Суреттің жаңбырдың жауып жатқан уақытын, қозғалыс болып жатқанын көрінісін жеткізу үшін осылай ақ кисточкамен бояп шығамыз. Тек қана қолшатырды ғана емес, қыздың айналасын, үстіндегі көйлегін, етігін, жерді және де жалпы қыздың айналасын және де қолшатырдың үстіңгі бөлігін ұрғылау тәсілі арқылы де жаңбырды бейнелейміз. Алдарыңызда ұрғылау тәсілі арқылы жаңбырдың шашырап жатқан мезетін бейнеледік. Енді жаңбырдың жауып жатқанын бейнелеу үшін осылай кисточкамызбен ақ гуашьты осылай сызық салу арқылы бояймыз. Міне мынау қолшатырдан төгіліп жатқан жаңбырдың суы. Енді көк боямызды алып, бірлет жердің аймағын бояп шығамыз. Себебі ақ түс өте көп болып кетті. Шамалы көгілдір түспен бірлет өтіп шығамыз. Және де осылай кисточкамызды ақ бояумен шашырату арқылы осындай нүктешелер жасаймыз. Яғни жаңбырдың жауып жатқан мезетін толығымен көрсету үшін. Соңғы штрихтар қолшатырдың контуригін жасап шығамыз. Қызыл түсті бояумен слай бірлет жүргізіп шықсаңыз жетіп жатыр. Бізде осында өте әдемі сүйкімді сурет шықты. Егер де бізбен сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.